y тең 5x минус x квадрат функциясының графигі және x тең 1, x тең 4, y тең 0 түзулермен шектелген фигураның ауданы. Бұл есепте y тең 0 деген мына x осы. Y тең 0 деген мынау. X тең 1 деген мына түзу. Сосын x тең 4 деген міне мына түзу. Сосын мынандай график. Бұл парабола болады. Мен қандай парабола? Мынандай деп салайық. Сонда мына фигураның ауданы. Осы сары фигураның ауданын табу керек. Сонда интеграл 1-ден 4-ке дейін, міне 1-ден 4-ке дейін. 5x азайту x квадрат dx. Y тең 0 деген ол автомат түрде болады былайша айтқанда. 5x ненің туындысы? 5x мынаның туындысы. Интеграл деген туындыға қарама қарсы. X квадрат бөлу 2-нің туындысы. X квадраттың туындысы 2x, 2 міне қысқарады, сонда 5x шығады. Азайту x квадрат ненің туындысы? X куб бөлу 3. Қарап отырсақ, туындыға қарама қарсы ереже. Мынаның туындысын тапсаң, мынау шығады. Мына жер 4, мына жер 1. Енді тең болады 5 көбейту x. 4-тің квадраты 16, 16-ны 2-ке бөлеміз 8. Азайту 4-тің кубы 64. Сонда бізде 3-тен 64 болады. Азайтамын. 1-дің квадраты 1. Сонда мына жақ 2-ден 5 болады. Азайту 1-дің кубы 1. 3-тен 1 болады. Тең. Сонымен 5, 8-ім 40 болады. Азайту 3-тен 64. Азайту 5-те 2-ке бөлем 2,5. Минус минус плюс болады. Плюс 3-тен 1. Енді тең болады. 40-тан 2,5-ды алсақ 38, 37,5 болады. Минус 3-тен 64-ке 3-тен 1-ді қоссақ, минус 3-тен 63 болады. Бұл деген минус 21. 63-ке бөлсек 21. 37-тен 21-ді азайтсақ, 16,5 болады. Сонда жауабы 16,5 квадрат бірлік. Яғни квадрат сантиметр, квадрат метр деп жүреді ғой, ол белгісіз, жай квадрат бірлік болады. Интеграл осылай шығады. Б тобында осылай қарастыра береміз интегралды. Сұрақ болса жаза берейік.